Отырар Қазақстандағы ежелгі қалалардың бірі. Қала Сырдария өзенінің маңында орналасқан. Отырар Ұлы Жібек жолының бойында тұрған. Мұнда сауда мен қолөнер жақсы дамыған. Қала тарихы 1000 жылдан аса уақытты қамтиды. Отырар маңызды сауда орталығы болған. Бұл қала арқылы көптеген керуендер өткен. Саудагерлер түрлі елдерден тауарлар әкелген. Қалада адамдар жиі кездесіп ақпарат алмасқан. Отырар Азия мен Еуропаны байланыстырған. Ұлы Жібек жолы көне сауда жолы болып саналады. Бұл жолмен жібек, дәмдеуіш және бағалы заттар тасылған. Керуендер ұзақ сапарға түйелермен шыққан. Отырар сол керуендердің демалатын орны болған. Қала сауда арқылы байыған. Отырар базарында әр түрлі тауарлар сатылған. Адамдар азық-түлік пен киім сатып алған. Шеберлер қыш ыдыстар жасаған. Сауда қаланың дамуына көмектескен. Базарлар әрдайым адамдарға толы болған. Отырарда саз балшықтан салынған үйлер көп болған. Үйлер жазда салқын, қыста жылы болған. Қала көшелері тар әрі ұзын болған. Балалар көшеде ойнап жүрген. Адамдар бір-бірімен тату өмір сүрген. Отырар білім мен ғылымның орталығы болған. Қалада ғалымдар мен ұстаздар тұрған. Олар кітап жазып, білім таратқан. Оқушылар ғылым үйренген. Отырар мәдениеті жоғары дамыған қала болған. Әбу Насыр әл-Фараби Отырарда дүниеге келген. Ол әлемге әйгілі ғалым болған. Әл-Фараби музыка мен математика ғылымын зерттеген. Оның еңбектері көптеген елдерге таралған. Қазақ халқы оны мақтан тұтады. Отырарда үлкен кітапхана болған деген дерек бар. Кітапханада көптеген көне кітаптар сақталған. Ғалымдар сол кітаптарды оқып зерттеген. Бұл жер білімнің маңызды орталығы болған. Кітаптар адамдарға жаңа білім берген. Қалада көптеген шеберлер өмір сүрген. Олар құмыра, қару және әшекей жасаған. Қыштан жасалған ыдыстар кең қолданылған. Темір ұсталары еңбек құралдарын дайындаған. Қолөнер Отырарда жақсы дамыған. Отырар халқы егіншілікпен айналысқан. Адамдар бидай мен арпа еккен. Су арналары арқылы егістік суарылған. Табиғат халықтың өміріне маңызды болған. Еңбек адамдарға азық берген. Қаланы қорғау үшін қамал қабырғалары салынған. Сарбаздар мұнараларда күзет тұрған. Олар жаудан қорғануға дайын болған. Қақпалар қалаға кіретін негізгі орын болған. Отырар мықты қорғанысымен танылған. Керуен сарайлар саяхатшыларға арналған орын болған. Мұнда адамдар тынығып тамақтанған. Түйелерге су мен жем берілген. Саудагерлер өз тауарларын сақтаған. Керуен сарайлар саудаға көмектескен. Түнде қалада алаулар жағылған. Көшелерді күзетшілер бақылаған. Адамдар үйлерінде демалған. Қала тыныш әрі қауіпсіз болған. Ай сәулесі көне қаланы жарықтандырған. Отырар тұрғындары күнделікті еңбек еткен. Әйелдер тамақ дайындап су тасыған. Ер адамдар қолөнермен және саудамен айналысқан. Балалар үлкендерге көмектескен. Қала өмірі өте белсенді болған. Отырардың биік қабырғалары алыстан көрінген. Қақпалар арқылы керуендер кірген. Қала сәулеті ерекше әдемі болған. Мұнаралар күзет қызметін атқарған. Отырар ірі тарихи қала саналған. Археологтар Отырар орнында зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Олар көне заттарды жер астынан табады. Қыш ыдыстар мен тиындар тарихты зерттеуге көмектеседі. Ғалымдар өткен өмір туралы мәлімет жинайды. Отырар тарихы әлі де зерттеліп жатыр. Мұражайларда Отырардан табылған жәдігерлер сақталады. Адамдар көне заттарды тамашалайды. Экскурсия кезінде балалар тарихпен танысады. Жәдігерлер өткен өмірді көрсетеді. Мұражайлар тарихи мұраны қорғайды. Қазіргі кезде Отырар тарихи ескерткіш ретінде белгілі. Бұл жерге көптеген туристер келеді. Адамдар көне қаланың орнын көреді. Тарихи орындар мемлекет қорғауында болады. Отырар Қазақстанның құнды мұрасы. Мектепте оқушылар Отырар туралы білім алады. Мұғалім карта мен суреттер көрсетеді. Балалар ежелгі қаланың тарихын үйренеді.
Сабақта қызықты мәліметтер айтылады. Тарихты білу өте маңызды. Отырар қазақ тарихындағы маңызды қала. Бұл қала ғылым мен мәдениеттің орталығы болған. Ұлы жібек жолы Отырардың дамуына әсер еткен. Қазіргі ұрпақ көне қаланың тарихын зерттейді. Отырар тарихы болашаққа үлгі болып қала береді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.